Жеңіс деген жақсылықтың сыңары, жігерменен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, мереке мен қуаныштың бұлағы. Осыдан 69 жыл бұрын адамзат тарихындағы ең жойқын сұрапыл соғыстың бірі Ұлы Отан соғысы болды. 9 мамыр жеңіс күнімен барша қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймыз. Қарағия ауданының орталығы Құрық кентінде Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан ерлерімізге тағзым етілді. Мәңгілік алау алаңында соғыс және тыл ардагерлері және аудан әкімі ықылас гүл шоқтарын қойып, бақилық болған батырларымыз бен аңызға айналған ардагерлерімізді еске алды. Қастерлі күнде 1 минут үнсіздік жарияланып, әскерлер аспанға оқ атты. Қан майданда отан үшін от кешкен жандарға бүгінгі ұрпақтың айтар алғысы зор. Ардагерлерге деген ақ тілекті алдымен аудан әкімі бастап берді. Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері, тыл ардагерлері, ауданымыздың тұрғындары, міне биыл ұлы жеңістің 69 жылдығы мерекесі, міне сол мерекемен шын жүрегімнен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Міне біздің елімізде жеңіс тойы тойланып 69 ретіне өткізіліп отыр. Бұл ардагерлеріміз, Ұлы Отан соғысының ардагерлері үлкен бейбіт өмірге, жас ұрпақтың осындай керемет өмір сүруіне, жеңісімізді алып келуге үлкен үлесін қосты. Осындай Ұлы Отан соғысының ардагерлері де біздің Маңғыстауымызда, біздің ауданымызда жеткілікті. Міне осы ардагерлерімізге қай уақытта да біздер тағзым етіп, құрмет көрсетуге міндеттіміз. Міне жеңістің бейбіт өмірге бастауы, біздің қазір еліміздің егеменді ел болып, ұрпағымыздың осындай тыныш заманда жақсы өмір сүруі барлығы да біздің осы үлкен ардагерлеріміздің арқасында. Күз күніндей күркіреп өткен соғыс жылдарында майдан даласынан оралмаған ерлерімізге Құран бағыштап, Құрық мешітінің имамы Жеңіс Сейсенбаев дұға оқыды. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Батырларымызды мектеп оқушылары да құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Қаһармандардың ұрпағы екенін мектеп оқушылары мақтана жеткізді. 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен барша Қазақстан ардагерлерін құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын. Мен ардагерлеріме шын жүректен алғысымды білдіремін. Дендері сау болсын.
Бүгінгі 9 мамыр жеңіс күніне 69 жыл. Мен барша ардагерлерді құттықтаймын. Ардагерлердің денсаулығы мықты болсын, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Білектің ұшымен, найзаның ұшымен алынған тәуелсіздігіміз мәңгілікке жалғасын. Ел үшін, жер үшін жан беруге дайын болған ардагерлерді ардақтайық ағайын. 6 сынып оқушысы Саят Сисенғалиев та жеңіс күніне арнап өлең шығарып ардагерлерімізді құттықтады. Қош келдің мамыр айы көктен бөлек, шаттықтың шуағына өткен бөліп. Осынау сұлу күнді көптен күткен мереке құтты болсын аталарым. Көк байрақ арайланған нұр таңымыз, жігіттің сынға түскен сұлтанымыз. Дұшпанға қатал болған досқа берік, жау жүрек бауыр жанның ұрпағымыз. 9 мамыр жеңіс күнімен барша Қазақстан ардагерлерін құттықтаймын. Ардагерлеріміз соғыс күндерін көз алдына желіп, жас ұрпаққа, жиналған жұртқа ақ баталарын арнады. Ауданның құрметті тыл ардагерлерінің бірі Аманғали ата 13 жасынан бастап соғысқа аттанып, елі мен жері үшін күресті. Бұл енді өткен мынау 41-ден 45 жылға дейін болмаған жағдай бәрі де болды. Қиыншылықтар өте қиын болды. Ер адамдардың барлығын соғысқа алып кетті. Бала менен шаға қалды, әйелдер қалды, жолдастар қалды. Бұл дейтін өте қиын нәрсе. Енді оны айтып келістіре алатын ештеңе жоқ. Ендігі жерде ондай болмасын, соғыс нелер болмасын, тек жақсылықта, тек тыныштығы, ел аман болсын, халық аман болсын дегім келеді. Мерекелеріңіз оң болсын. Ендігі жерде мынандай соғыс нелер өткен кеткендер болмасын, мына жас ұрпақтардың өмір жастар ұзақ болсын, жақсылықпен тек еліміз аман болсын, жақсылықпен тек мынау көк туымыз тек желбірей берсін жоғары қарай, тек құтты болсын, оң болсын деген келеді. Өсіп келатқан ұрпақтар біздің баяғы соғыс уақытында көрген күндерімізді көрмесін, жақсы гүлденіп өссін бәрі. Сонда тәртіпті, тәрбиелі ата-аналарына жақсы үлгі көрсететін балдар болып өссін. Осы жас ұрпақтардың бәріне айтатын тілегім сол. Біздер нелерді көргеніміз жоқ, бәрінде көрдік. 200 грамм нанға тәуелді болып, таңертең сабаққа барып, түс қайта жұмысқа барып та күн көргенбіз. Құдай ондай күндерді балдарымызға көрсетмесін, ұрпақтарымызға көрсетмесін. Жақсы өмір сүрсін, аспандары ашық болсын, пәлекеттері қашық болсын. Жақсы болып, осындай ата-аналарына жақсы үлгілер көрсетсін. Ел халқына қалаулы, еліне елеулі бала болып өссін деп айтам ұрпақтарыма. Ұлы жеңіс күніне арнап әсем ән де айтылып, мың бұралған би де болды. Жыланды шекарашылар заставасының жауынгерлері мен жауқазын бишілер тобы Катюша биін биледі. Ал Қарағия аудандық ішкі істер бөлімінің хор ұжымы сарбаздар әнін айтып ардагерлеріміздің көңілін көтерді. Аудан әкімі Дауылбаев Әділбек Құлынтайұлы Ұлы Отан соғысының ардагері Қалыбаев Шарқатбай атаны құттықтап, ақсақалға жаңа пәтердің кілтін тапсырды. Жаңа пәтермен бірге кір жуғыш машина мен мұздатқыш та сыйға тартылды. Шарқатбай атамыздың қуанышында шек жоқ. Ардагері атамыздың бала шағасы да қуанып, аудан әкіміне өзінің алғыстарын айтуда. 9 май мерекеңіз құтты болсын, жеңіс күні ғой бұл енді атақты. Соғыс болмасын, бұрын көрдік қой оны енді. Ендігі жерде қайталанбасын, ел аман жұрт тыныштық болсын. Тек мына осы тойда, осындай мерекеде кездесе берелік. Ел аман жұрт тыныштық болсын, мына немерелерімнің қызығын көре берейін, бәрінің аман болсын, бастары жақсы болып осы. Міне аудан әкімі жаңағы Дауылбаев басшылық жасап, оның замы жаңағы мұндағы Жетібайдағы Айсағали Нұғымановтар осылар қарсы алып, осылар құрметтеп жатыр ғой. Бәріне де бір рахмет айтамын, сау болсын, дендері
Ал енді аман болсын, семьялары да аман болсын, бәріміз де аман болақ. Жеңістен жеңіске жете берелік, ел аман, жұрт тыныштық болсын. 11 баланың әкесі Шарқатбай ата бүгінде 15 немересі мен 8 шөбересінің қызығын көріп отыр. Атам жеңіс күні құтты болсын. Мерекеңізбен ешқашан қартаймаңыз. Біздің арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Атамның барына қуанамын. Атам мен достарыма айтып, күн сайын мақтанып жүре беремін. Ардагер Шарқатбай ата жастарға батасын берді. Айналайын, сендерге айтатын өсиеттерім, мына оқуды жақсы оқып, мына келешекте осы мына тұмаластарыңның бәріне көмекші болып, абыройлы болып, осы аман жүре берің, оқуды бітірің, көмекші болың мына ата-аналарыңа. Қазақстанның өсуіне, Қазақстанға үлестеріңді қосыңдар. Мына біздер қысап, біздің өсиет, біздің тәжірибемізге сүйеніп, осылай болып өсе беріңдер. Амандықта болыңдар, дендерің сау болсын. Бүгінде Мұнайшы ауылында бір ұлы отан соғысының ардагері, бір социалистік еңбек ардагері мен 10 тыл ардагерлері бар. Ауыл әкімі осы ардагерлердің әрқайсының үйіне барып құттықтауда. Мұнайшының басшысы Сымбат Төретаев ауылдың құрметті ақсақалдарының бірі, ұлы отан соғысының ардагері Күбір Тілешевтің қара шаңырағына барып құттықтап, сый құрмет көрсетті. Ақсақал, мына ұлы отан соғысы мейрамына сізді мына Мұнайшы ауылы әкімдігінің атынан кілем сыйлап отыр. Біздің ұлы отан соғысы ардагері Тілешев Күбір дейтін ақсақалымыз, үлкен сыйлы абыройлы ақсақалымыз, осы беткеұстар ұлы отан соғысының ардагеріне өстіп, осымен біздің сый құрметіміз осымен шектелмейді. Бұдан былай да әр жеңілдіктерді көрсетіп, келіп көмектеріміз жасап, әрбір кездесулерде жастарға өнегелік батасын, тәрбиесін беру мақсатында кездесіп, жастармен кездестіріп отырамыз. Осы сәтті пайдаланып, бүткіл Қазақстанның ұлы соғыс ардагерлерін шын жүректен құттықтаймын. Барлығына дендеріне саулық, өмір жастарына ұзақ, осылай еліміздің болашақ ұрпақтарға тәрбиелі, өнегелі мәнінде тәрбиелік жолында ақылын айтып отыруға тілектеспін. 1942 жылы 18 жастағы Күбір атамыз Ашхабадтан соғысқа аттанып, елі, жері үшін аянбай күресті. Соғыстан кейін ардагер атамыз теміржол саласында қызмет етіп зейнетке шықты. Біздің көрген күндерімізді бұл жас көрмей қойсын. Міне жас дейміз сізден бастап. Біздің көрген күнімізді көрмей қойсын. Біз деген өмірше төбелумен келген адам. Біз өмірде жасымыз 90-ға келгенменен біз жақсылық көрген жоқпыз. Біз осы Маңғыстауға келіп, какой-нибудь 15 жылдан бері жақсылық көріп жүрміз. Міне, көрдің бе? Енді балдардың жасқа айтадым, аман болың. Еліңіз тыныш болсын, жеріңіз аман болсын. Жеріңіз аман, еліңіз тыныш болып, тек бақытыңыз болсын. Бүгінде Күбір атамыздың 25 немересі, 34 шөбересі және бір шөпшегі бар. Ардагердің ортаншы қызы да әкесінің жолын қуып, теміржол қызметінде 40 жыл еңбек етіп, 2011 жылы зейнетке шыққан. Әкеміз баяғы 42 жылдан 47 жылға дейін соғысқа қатысқан, аман есен үйге оралған. Оралғаннан кейін үйленіп, соныменен балалы шағалы болып, үйлі семьялы болып, енді қазір 90 жасындағы арамызда жүрген атақты ардагер. Енді осы кісіге денсаулық тілеймін біріншіден. Дені сау болып, әлде де Алла тағаланың берген жасын жасай берсін, арамызда жүре берсін. Біздерге бұл кісінің жүргені өте үлкен қуаныш, бақыт. Мына біздердің балаларымыз, ол балаларымыздың балалары көріп атыр. Ол өнеге арамызда жүргесін. Осындай атамыз бар деп, отан соғысының ардагері деп мақтан тұтат бәрі де. Осылайша Қарағи ауданында ұлы отан соғысының ардагерлеріне сый құрмет көрсетіліп, ұлы жеңіс күнін жоғары деңгейде атап өтті.